Осының бір мысалы, алғашқы техникалық білімнің тегін берілуі ірі өндірістердегі маман тапшылығын жоюға септігін тигізеді. Елбасы жолдауындағы тапсырмаларға сәйкес Шығыс Қазақстан облысындағы колледждер дуальды, яғни теориямен қатар практиканы да меңгеру жүйесі бойынша техникалық мамандарды дайындауды бастап кетіпті. Дуальды оқытудың нәтижесін көргендердің бірі Абзал Мұхтарбеков. Қаладағы колледждердің бірінде білім ала жүріп, Өскемен жылыту орталығында күнделікті тәжірибеден де өтті. Ал диплом алған бойда бірден осы кәсіпорынға жұмысқа орналасты. Бастапқыда электр монтаждаушы болып еңбекке араласса, қазір инженер дәрежесіне көтерілді. Оқу орны мен практика өтетін жерде қарым-қатынасы өте мықты. Яғни мысалға келтірсек, менің әріптестерім, ол менің группаластарым. Менің ұстаздарым, ол менен бұрын оқу бітірген адамдар. Яғни менің оқу орнымды бітірген, менің ұстаздарынан оқығандар бар. Облыста қазір 80 колледж бар. Оларды жыл сайын бітірген 18 мыңға жуық түлектің 70% жұмысқа орналасады. Сондықтан жас мамандарды еңбекпен толық қамтуды оқу орындары аймақтық кәсіпкерлер палатасымен бірлесе қолға алды. Өңірдегі 160-тан астам өндіріс пен кәсіпорынға 40 колледж техникалық мамандардың 36 түрін дайындамақ. Маман даярлауда өндірістер оқу орындарының техникалық базасына да көмек көрсетеді. Яғни жас мамандар білімді білікті болу үшін колледждердің шеберханасының жаңаруына зауыттардың өздері де мүдделі. Жеке және мемлекеттік серіктес негізінде оқитын мамандардың барлығы дуальды жүйеде білім алады. Яғни оқу орындағы теорияны өндірісте тәжірибемен ұштастырады. Олардың оқу графигі ерекше жасалған. Мысалы, басқа топтармен салыстырғанда олардың тәжірибе мен машықтануы 68-70%-ге жетеді. Сол себепті олар көп практикада өздері машықтанып, неге өндіріске жақын болып, маман дайындалады деген үміттеміз. Жалпы соңғы бірнеше жылда арнайы орта оқу орындарына түскен 2,5 мың түлек дуальды жүйемен оқып жатыр. Енді бұл оқу әдістемесін мектептерден бастау үшін облыстағы 4 ауданда тәжірибе ретінде қолға алынбақ. Болат Көкенайұлы, Олжас Керейхан, Дмитрий Пыхтин, қорытынды жаңалықтар Өскеменнен.